Атеизм бағытындағы адамдардың Құдайды жоқ деп дәлелдеу үшін жүгінетін ең басты құралдарының бірі ол дін. Құдайды шынымен іздеп тапқың келсе, немесе шынайы түрде жоққа шығарғың келсе, онда дінді қазбалаудың қажеті жоқ. Кез келген діннің, соның ішіндегі ислам дінінің Құдай туралы келтіретін мәліметтері TikToktағы Құдай жоқ, егер бар десең эфирге шығып оны дәлелде атты дауларына қатысу үшін ғана жарайтын материалдар, сол деңгейдегі мәліметтер. Құдайды діни кітаптардың ішіне немесе аспанға қарап іздеудің қажеті жоқ. Құдайды шынайы тану үшін өзіңнің ішкі жан дүниеңе үңілу керек. Құдайды мойындап құлшылығын қылсаң ғана жаннатқа кіресің, ал егер Құдайды мойындамасаң және құлшылығын қылмасаң тозақта мәңгі күйесің деген өтірікке мен қалай сенбеймін. Сол сияқты ана жерде жатырған қоқысқа темірді және резеңкелерді апарып тастай берсең, миллиондаған жылдан кейін эволюция арқылы сол жерден зикір көлігі мен Боинг ұшағы өз-өзімен құрастырылып ұшып шығады дегенге мен солай сенбеймін.